өмір қаншама негатив ақпараттарға толып тұрған менен бізге бақыт сыйлайтын бір адамды Алла өзі сақтап отыр ғой бір жерде. 40 жыл қырғын болса да ажалды өледі дейді ғой. Ажал жоқ адам бәрібір қалады ғой. Сол сияқты біз кейде өте көп негатив ақпараттарды қабылдай бергеннен Алла жайында бір нашар ойға қалатын сияқтымыз. Алла бізді жек көретін сияқты. Алла бізді тастап қойған сияқты. Біз бір Аллаға керек емес болып қалған сияқтымыз. Осындайда ойлардың себебінен кейбір бойдақтардың талпынысы әлсіреп кеткен да. Өйткені неге? Өстіп өмір сүрген кезде де ештеңеден кендемеспін ғой. Тамағымды ішіп жатырмын. Мені біреу жақсы көреді, мен біреуді жақсы көремін. Әйтеуір өтіп жатқан өмір деп та. Бірақ немен аяқталады? Арты не болады оның? Осы нәрселер мысалға ойландыру керек та біздің қоғамдағы бойдақтарды. Енді заманауи проблема